Барыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге маршмеллоуды үйден дайындап көрсетемін. 3-ақ ингредиенттен дайындалады және де осындай керемет жұмсақ болып шығады. Зефирге қатты ұқсайды, дәмі де өте тәтті. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен маршмеллоуды салатын ыдысты дайындап аламыз. Бізге қажет заттар бұл күнбағыс майы, пищевая пленка және де қалаған ыдысыңызды пайдалануға болады. Ол дөңгелек па, квадрат па, ол өзіңіздің қалауыңызша. Пищевая пленканы осылай ыдыстың ішіне саламыз. Ыдыстың ішінде жақсы сырғымай тұру үшін астын сулап алдым мен. Одан соң пищевая пленканы салған соң, оның барлық жағын осылай күнбағыс майымен майлап шығамыз. Ол міндетті түрде осылай барлық жерлердің барлық ұшын күнбағыс майымен майлап шығу керек. Өйткені маршмеллоу жай ғана жабысып қалуы мүмкін, кейін ол кесілмей қалады. Осылай формамызды дайындап аламыз, кейін маршмеллоуды жасап бастаймыз. Бізге қажет заттар: желатин, су және де қант. Барлық ингредиенттердің құрамын жазып қоямын. 10 грамм желатинге 60 грамм су қосамыз. Жақсылап араластырып қоямыз. Желатин осы суды бойына сіңіруі керек. Оған 20 минутта кетеді. Сол себептен де араластырып, осы үстелдің үстіне қойып қоямыз. Ал енді газге қоятын осындай ыдысты аламыз. Оған 220 грамм қант саламыз және де 60 грамм су құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осы ыдысты алып, жай отқа қоямыз. Біздің қанттың ерігенін күтеміз. Жай отта менде шамамен 15-20 минуттай осы қантты еріттім. Су сияқты болу керек. 20 минутта біздің жаңағы желатиніміз де ісініп, өзінің бойына суды сіңірді. Енді жаңағы желатинді біз су моншасына қоямыз. Водяной баняға қойып, оны ерітуіміз қажет желатинді. Жаңағы біздің еріген қантты да араластырып отырамыз. Осылай қайнағанын күтеміз. Аппақ көбігі шыға бастаған кезде оны оттан түсіреміз. Ыстық күйінде тұра берсін. Желатинді ерітеміз. Ешқандай да қайнатып қажет емес, жай ғана ысытып еріту қажет. Ал енді жаңағы біздің қантымыз, қайнаған су мен қантты осылай ыдысқа саламыз. Оның үстіне еріген ыстық желатинді жай ғана құйып отырып, миксермен араластырамыз. Мен алдымен миксердің ең жай жылдамдығынан бастап араластырдым. Одан соң әрбір минут сайын жылдамдығын көтеріп отырдым. Толықтай желатинді құйып болған соң, миксермен араластыруға шамамен 7 минуттай кетеді. Ұзақ араластыру керек, аппақ болып көтерілуі қажет. Осылай аппақ болады, бірақ бұл әлі де дайын деген сөз емес. Ұзақтау араластыру керек. Біздің осы массамызды былай миксермен көтерген кезде созылып тұру қажет. Осындай болып тұрған кезде біздің маршмеллоу дайын деген сөз. Енді біз жаңа басында дайындап қойған форманы аламыз. Бұл целлофан іші сұйық маймен жақсылап жағылған. Егер сұйық май жақпайтын болсаңыздар, біздің маршмеллоу целлофанға жабысып қалады. Сол себептен де міндетті түрде сұйық маймен барлық жерін жақсылап кесочкамен жағып алыңыздар. Енді соның ішіне маршмеллоуды құямыз. Бетін жауып, холодильникке қойып қоюымыз керек. Мен шамамен холодильникте 5 сағаттай ұстадым. Өте жақсы формасын ұстап, қатты. Негізі кемінде 3 сағатқа қою керек. Маршмеллоу қатты өзінің формасын ұстады. Енді оны қазір біз кесеміз. Ол үшін алдымен ыдысқа крахмал мен қант ұнтағын араластырып қоямыз. Екеуі де бір ас қасықтан. Тақтайшаның үстіне себеміз. Дастархан үстіне де сепсеңіздер болады. Енді маршмеллоуды ашып, осы біздің ұнтақтың үстіне салып, аунатып, бірнеше бөліктерге кесіп қоямыз. Пышақпен кескен кезде де әрбір бөлікті осы ұнтаққа аунату керек. Өйткені оның жаңағы бір бөлігі ұнтаққа тимеген болса, ол жабысып қалады. Сол себептен де әрбір кескен бөлікті осы ұнтаққа аунатып отырыңыздар.
Маршмеллоуды қалауыңызша үлкен немесе өте кіші бөліктерге де бөлуге болады. Ең басты әрбір бөлікті ұнтаққа аунатып отырыңыздар, әйтпесе ол жай ғана жабысып қалады. Маршмеллоу дайын. Мінекей осылай оп-оңай жасауды тіпті мектеп оқушысы да жасай алады деп ойлаймын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат. Сіздерге көп-көп рахмет. Әлі де көп рецепттер болады. Қош сау болыңыздар.